Ресей осы Украинаның соғыстан өте слабы болып кеткен. Өз қалпына келу үшін Ресейге бір 4-5 жыл керек шығар. Осы уақытта сол Еуропа, НАТО өз күштерін жинайды. Жинаған соң, осы келесі соғыс болмау мүмкін деп мен солай ойлаймын. Қазір Еуропаның ахуалы әскери жанында оншама жақсы емес. Украинаға беретін қарулары да жетпей жатыр. Ол тек қана Германия мен Франция емес, Англияда да солай. Мысалы, Украинаға неге көп танкілерді бермейді, себебі өздерінде де жоқ екен. Енді біз қайтадан оны жасаймыз, және жалпы әскери стратегия ретінде бірталай өзгерістер болып жатыр, себебі соғыстың түрі өзгерді. Дрондардың пайдасын көріп жатыр бәрі. Енді келесі соғыс қандай болатыны, ол да бір қалай әскери стратегияға әсер етеді. Мысалы, танкілер керек па, жоқ па өздерін, немесе тек қана дрондармен соғыса береме, курстың жағдайын өздерін көрген жақсындар. Кімдер, украиндықтар қазір ит роботтар бар ғой, соны пайдаланды олар. Дзоттың ішіне кіріп, үстінен автоматпен атып жүрген ит роботтарды пайдаланды. Өте көп өзгеріс болып жатыр соның жақта. Бүкіл елдер соған қарап, өздерінің әскери дайындалығын қарастырып жатыр. Біздер де соны жасауымыз керек. Сіз жаңа енді айтып қалдыңыз, соғыс болса да, ол Ресей өзінің күшін жинап алғаннан кейін 5 жылдан кейін дедіңіз. Осы Бундесвердің құпия құжатында, бірақ 2025 жылы Ресей мен НАТО соғысады деп жазылған екен. Жалпы НАТО елдеріне шабуыл жасауға, яғни Ресейдің дәл қазіргі уақытта күші жетпейді, бірақ 5 жылдан кейін күші жетуі мүмкін. Дайындалуы мүмкін ба, қалай? Ол жоқ, қараңыз, сол мәселе мүмкін, ол тек қана енді насихаттау жөнінде жасалып жатқан нәрсе болуды мүмкін. Неге? Себебі қазір Еуропаның экономикалық жағдайы ең күшті деп айтпаймыз, себебі газы да қымбат болып кеткен, өнімі де қазір Америкаға кетіп жатыр. Сонда осындай үлкен $500 триллион ақша жұмсау үшін, мүмкін олар сол қағазды дайындап, біз дайындалмасақ, Ресей бізге кереді деген сөз, сол үшін жасалған құжат шығар. Бірақ ол әрине шындық. Егер соғысқа дайындалмасаң, өзіңді құрбан болып кетесің. Сонда осы құжатты ақтау үшін олар осындай угрозаларды айтып жүрген. Сіз енді угрозалар алдын ала соғыс насихаттау деген сияқты айтып жатсыз. Бірақ Джо Байден мен Трамп дебатында да Байден айта кетті, егер де Ресей Киевті алатын болса, 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетуі мүмкін деді. Әрине. Ол осындай мүмкіндік бар, бірақ Еуропа оны ешқашанда Ресейге сондай жасайтын мүмкіндігін бермейді. Егер Ресей қазіргі осы соғыс линиясынан асып кетсе, менің ойымша, әрине НАТО тікелей қаруларын жүру мүмкін. Ең бастысы, мысалы, ол НАТО демек, олар айтады, біз НАТО емеспіз, себебі НАТО ол қорғаныс одағы, бірақ НАТОның әр мүшесі өз әскерлерді жеке ретінде пайдалану мүмкін. Сонда егер Ресей қазір бір үлкен шабуыл жаса, бірақ онда да қазір ешқандай сондай мүмкіндік жоқ, шынында айтса. Онда Польша, мысалы, келу мүмкін. Одан бұрын Макрон айтты, өз күштерімізді анда жібереміз. Демек, осы соғыстың болашағы тұрып қалған соғыс, айтып айтайық. Қазір екі жағы переговоры жасай деп шақырып жатыр. Оның жалғыз мақсаты соғысты тоқтату, кішкене демалыс беру, бірақ линиясы сол несінде қалатын сияқты. Оның 99%. Мысалы, екі Кореяның арасындағы жағдай сияқты болуы мүмкін.
жай бір формальный линиясы бар, бірақ екі жақтың ешқандай мирный договор жоқ. Солайда Украина мен Ресейдің арасындағы не. Оны неге? Ресейге мысалы осы жалып алған территорияларды онда біз соғысты тоқтатсақ, сендер осы территорияны біздікі деп формальдық түрде онда нету мойындаңыз деп жатыр. Әрине батыс бүкіл әлем осыған не бас тартады содан да. Украина қайтадан сол территорияларды алу үшін мүмкіндігі болмайды. Қазір де жоқ, және болашақта да енді Ресей қазір бүкіл экономикасы қайтадан қаруларды жасап жүрген нелері, мүмкіндіктері көп қой. Сонда білмеймін бір олар мысалы Азербайжанға қарап армандап жатыр, біз 20-10 жылдан кейін қайтадан Крымды ана нелерді қайта бере аламыз ба деп жүр. Бірақ Ресей Армения емес, олардың да күштері көп. Сонда қалай болатыны мен ойлаймын, болашақта 50 жылдың ішінде де осы қазіргі фронт бойынша солай қалатын сияқты. Жаңа айтып жатырмын ғой, үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Байден егер Ресей Киевті алатын болса деді. Бірақ енді алмайтын да сияқты, себебі жалпы жаңағы Украинада Курскқа шабуыл жасап, жаңағы берілер емес, былайша айтқанда, иә, артындағы қорғаныстарын бір сезіп отыр. Жалпы енді бірақ енді Курскқа Украина билігі шабуыл жасады, бірақ бұл шабуылдың мәнін ашып түсіндірмеді. Зеленскийді енді әлі тыныш отыр, тек қана бұл Ресейге қарсы андай соққы деп қана жазды енді әлеуметтік желілерде. Жаңа жан қанға қан деген сияқты солай жазды. Енді бұл шабуылды біреулер татуласуға шақыру деп қабылдаса, біреулер енді осыдан кейін Ресей Украинаға аса үлкен жойқын соғыс жаңағы шабуыл жасауға дайындалатын болады деген сияқты айтып жатыр. Ал сіз қалай ойлайсыз, бұл шабуылдың мәні неде? Бұл шабуылдың мәні енді сарапшылар көп айтты. Осы келе жатқан мүмкін қазанның айында осы бейбітшілігіне переговор бастайтын кезде көп мағынасы бар. Біріншіден олар Ресейге шабуыл жасадық, ол мораль ретінде осындай көкіректі кеңейтетін бір қадам. Бізді күштеріміз бар, бізді сондай жасап жатырмыз. Бірақ Қазақстан үшін, біздер үшін бір басқа мәселе бар. Оны білмеймін неге ешкім талқыламайтыны, бірақ ең үлкен мәселесі, қараңыз, Ресейге басқа мемлекет қазір әскери шабуылды жасады. Ол формальдық ОДКБ одағының механизмі бойынша Ресей қазір осы соғысқа басқа ОДКБ-ның мүшелерді шақыруы міндетті түрде шақыру керек. Біз танкілер мен батальондерге кіріп, қазір Ресей Қазақстанды, қырғыздарды, бәріндерді келіп, енді Украина қарсы соғысуын міндетті түрде келуін керексіңдер дейді.